Ассалаумағалейкум достар. Бұл видеоны осы подписчигімнің сұранысы бойынша жасадым. Осындай видеолар көп шыққанын қаласаңыздар, онда осы видеоның астына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал бастайық. Жас төсекте лақтырып, бұрылып жатыр. Ол жастығын түзетіп, арқасымен, бүйірімен, асқазанымен ұйықтауға тырысады. Бірақ ештеңе көмектеспейді. Ол уақытты тексеру үшін аударылады. Қазірдің өзінде түнгі сағат 3-те, үшінші түн қатарынан ұйықтай алмай жатыр. Шаршағанын сезіп, ұйықтап жатыр. Бірақ көзін жұмған сайын бірдеңе болып, кенет оянып кетеді. Бірдеңе оны үнемі ояу ұстауға мәжбүрлейтін сияқты, және ол ештеңе істей алмайды. Бұл оның өміріндегі барлық нәрсеге әсер етеді. Ол бизнеске көңіл бөле алмайды. Оның өнімділігі төмендейді. Тіпті хоббиі де бұлыңғыр болады. Ол тек ұйықтағысы келеді. Оның достары мен отбасы оның басқа адамға айналғандай бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Және олар оны дәрігерге баруға көндіреді. Бірақ дәрігер оған ештеңе істей алмайтынын айтады. Әйтпесе оның денсаулығы жақсы. Ол валериан тамыры сияқты тыныштандыратын дәрілерді қолданып, көбірек жаттығулар жасауы керек. Ол қанша күн ұйықтамағанын білмейді. 4-5. Мүмкін одан да көп шығар. Қазіргі уақытта ұйқының болмауы тіпті ең жаман нәрсе емес. Өйткені бұл қазір галлюцинацияға айналды. Кейде бұл жай ғана көлеңке, ал кейде бұл керемет жарқын және шынайы фигуралар. Ол жұмысқа және сабаққа баруды мүлдем тоқтатуға мәжбүр болды. Өйткені ол бір уақытта бірнеше секундтан артық зейінін шоғырландыра алмайды. Оның достары онымен еш нәрсе істегісі келмейді. Ал оларды кім кінәлай алады? Оның көңіл күйінің бақылаусыз өзгеруі және себепсіз бұзылуы бар. Ол қолындағы барлық құралдарды қолданып көрді. Дәрігердің кеңесіне құлақ асып, бұрынғыдан да көп жаттығады. Бірақ ол ұйықтай алмайтындықтан энергия қалмайды. Ол тірі зомбиге айналады. Ол төсектен тұрады. Бірақ тепе-теңдігін жоғалтып, еденге құлайды. Ол орнынан тұруға тырысады, бірақ тұра алмайды, және ол жерде біраз уақыт жатып қалады. Ол өзін сергек ұстайтын кенет шақыруларға дайындалады. Бірақ бұл жолы олай болмайды. Дегенмен, оны басып алған күтпеген ұйқы толқыны оған ерекше әсер етеді. Ол ауыр, сабырлы және қайтымсыз. Сәлеметсіз бе? Мен доктор Бобпын. Ал бұл SCP-966, оны ұйқысыздар деп те атайды. SCP-966 бұл даладан келген қордың аномалды жыртқыш аңдар тобына жататын тіршілік иесіне берген белгісі. Бұл түксіз гуманоидтардың бойы 1.10-4-ке дейін, және 1.10-6 метрге дейін, және салмағы 30 келіге жуық, беті ұзартылған, аузы өткір, ине тәрізді тістерге толы және әр қолында ұзындығы 20 сантиметрге дейін жететін қырынған тырнақтары бар 5 өткір тырнақ бар. Олар 2 аяқты және тік. Бірақ адамдар мен маймылдардан айырмашылығы, олар тек саусақтарымен жүреді. Бірақ сіз қалыпты жағдайда SCP-дің 966-ның қорқынышты көрінісін көре алмайсыз. Өйткені олар өте ерекше жарық жағдайларында ғана көрінеді. Оларды толқын ұзындығы шамамен 700-ден 900 нанометрге дейінгі жарықта көруге болады. Бұл адамдарға инфрақызыл сәуле деп аталатын жарық спектрінің шетінде орналасқан. Бұған жалғыз ерекшелік. Егер олардың терісі, бұлшық еттері немесе мүшелері екінші немесе үшінші дәрежелі күйіктерден зардап шексе, бұл жағдайда олардың денесінің зақымдалған аймақтары адам көзіне көрінетін толқын ұзындығының кең ауқымында көрсетіледі. SCP-дің 966-сы сыртқы түрі бойынша қорқынышты болғанымен, олар шын мәнінде физикалық тұрғыдан өте әлсіз, бұлшықет тығыздығы өте төмен. Олардың сүйектері құстар сияқты қуыс, тырнақтары керемет өткір болғанымен, олар оңай сынады. Бұл оларды ұрысқа жарамсыз етеді. Сонымен қатар, олар ұйықтап жатқанда демалмайды. Бірақ кездейсоқ уақытта олар барлық қозғалыстарды тоқтатады және шамамен 3-5 минутқа созылатын демалыс кезеңіне өтеді. Содан кейін олар қалыпты мінез құлқына оралуы мүмкін. SCP-дің 966-сы қалайша осы физикалық кемістігі бар осындай қауіпті жаратылыс ретінде беделге ие болды. Мұның сыры олардың бұрын белгісіз толқын түрін түсіру қабілетінде жатыр. Жалғыз немесе жұппен аң аулап жүргенде,
Даладан 966 адам осы толқынды құрбанының тыныш ұйқының кез келген кезеңіне өту қабілетін басу үшін пайдаланады. Бұл толқындардың 20 метрге дейінгі қашықтықта тиімді екені байқалды. Дегенмен сынақтар олардың өтпелі кезеңнен кейінгі металдармен бітеліп қалуы мүмкін екенін көрсетті. Олардың ішінде қорғасын әсіресе тиімді болып көрінеді. ЭКП 966 орта және ірі жануарлармен, соның ішінде адамдармен қоректенеді. Және олардың олжасы ұйқыны басатын толқындарға ұшыраған бойда. Бұл әсер тұрақты болып қалады және ұйқы қабілетін қалпына келтіретін әдіс әлі табылған жоқ. Эксперименттер бейсаналықты басқа жолдармен тудыруы мүмкін екенін көрсетті. Мысалы, жалпы анестезияны қолдану арқылы. Бірақ бұл әдістер ақырында тиімсіз болып шықты. Өйткені жәбірленуші ес-түссіз болса да, ол әлі де бұл жағдайда ұйықтаудың тыныштандыратын пайдасын көрмейді. Ұйқының қанбауының адамдарға тигізетін әсері психикалық және физикалық тұрғыдан жойқын. Симптомдардың басталуына небәрі 24 сағат кетуі мүмкін. Соның ішінде көңіл күйдің өзгеруі, есте сақтау қабілетінің бұзылуы және сенсорлық бұзылулар. 2-3 күннен кейін денедегі гормондар реттелуін тоқтатады және аштық, шөлдеу және дене қызуы сияқты дене функциялары айтарлықтай өзгереді. Өйткені когнитивтік қабілеттер күрт төмендей бастайды. Галлюцинациялар, паранойя және ашулану эпизодтары жиі кездеседі. Ал ұйқының болмауынан өлу қаупі күн сайын артып келеді. Олар ұйқысыз өтеді. Және бұл CP-дің 966-дан қалайтыны. Олар бұл толқындарды құрбандарына жасырын түрде бағыттағаннан кейін, олар ұйқының қанбауы оны толығымен өшірмейінше, оны қуып жетеді. Содан кейін CP оны 966-ға сіңіреді. CP 966 адам аң аулау кезінде өте тыныш және епті болып шықты. Дегенмен, олар өздерінің олжасының айналасында әдейі қауіп төндіретін дыбыстарды шығарып жатқанын байқады. Бұл олардың онсыз да жоғары стресс деңгейін одан әрі арттыру және олардың психикалық деградациясын тездету үшін. Сирек жағдайларда олар тіпті олжасының психикалық және физикалық денсаулығын одан әрі нашарлату үшін оған физикалық шабуыл жасайды. Даладан келген кейбір құрбандар 966-да әсіресе күшті галлюцинациялар мен ашу-ыза шабуылдары болады. Бұл олардың толқындарының бірнеше соққыларының ұзақ уақыт бойы ұйқыны тоқтатуынан туындайды. Неліктен кейбір құрбандар бірнеше соққыға ұшырайтыны белгісіз, олардың біреуінің тиімділігі 100% дәлелденген. Және олар бұл мінез құлықты әсіресе аш болған кезде ғана көрсете алады. Осылайша олар процесті жылдамдатуға тырысады. Басқалары CP-дің 966-сы құрбандардың азап шеккенін көргенде қуаныштың қандай да бір бұрмаланған түрін сезінуі мүмкін деген теорияны алға тартты. CP-дің объектілері 966-сы дүние жүзінде табылды және қор олардың санын азайта алғанымен, олар әлі де адамзатқа үлкен қауіп төндіретіндей көп мөлшерде бар. Осы себептерге байланысты оларға Евклид классификациясы берілді, яғни толық зерттелмеген объект. Сәйкесінше арман аңшылары және әуе аңшылары деп аталатын Иота 1 және Иота 2 жедел топтары CP-дің қалған үлгілерін анықтау және бейтараптандыру мақсатында ұйқының болмауына байланысты кенеттен немесе зорлық, зомбылық пен өлім туралы есептерді үнемі қадағалап отырады. 966. Қор CP-дің 966-дағы 4 нысанын сатып алды. Бұл 3 еркек және 1 әйел. Қазіргі уақытта олар қорғасынмен қапталған және инфрақызыл бақылау камераларымен жабдықталған 10 метрлік бөлмеде ұсталады. Әр адамға ай сайын 20 келі ет беріледі. Ал егер ұрғашы босанатын болса, жетілгенге дейін одан құтылмас бұрын бақылау және зерттеу үшін жаңа үлгіні алу керек. Енді доктор Бобтың файлдарынан тағы бір жазбаны қарауды ұсынамыз. Біз CP қорының құпия мұрағаттарын зерттеуді жалғастыра отырып, міндетті түрде жазылыңыз.